Сәлем достар, сіздермен бірге мен лайфхакер Айдос. Мен күн сайын сіздерге өмірді жеңілдететін лайфхактарды үйретемін. Ендеше видеомызға кетпей тұрып, бірінші арнаға тіркеліп алыңыз, және де менің инстаграмыма да тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Енді видеомызға кеттік. Бүгінгі біздің видеомызда инстаграмда, яғни историяға өзіміздің маскамызды жасау. Өзіміздің маскамызды жасау үшін біз Matte деген приложение скачать етіп аламыз. Содан кейін Matte'ге кіреміз. Кіргеннен кейін камераның қасында Create деген тұрады. Соны басамыз. Үстіндегі Random Box Icons on Face және де Green Screen дегеннің біріншісін Random Box'ты басамыз. Содан кейін өшерден кез келген өзіңіз таңдап аласыз. Мысалы маған мынау керек. Өшерге бір сөз жазамыз. Мысалы қандай сөз жазсақ болады? Менің жасым нешеде деймін. Менің жасым нешеде. Содан кейін астында background деп тұр. Содан өзіңіздің фотоңызды қойсаңыз болады. Одан кейін өзіңіз кез келген бір сандар жазасыз. Содан кейін done'ды басасыз. Оң жақ үстінде тұр. Done'ды басқаннан кейін міне өзі шықты. Сосын take photo and save Matte деп тұрады, соны басасыз. Сосын өзіңіз бір ат қоясыз. Save Matte. Бұл жүктелді. Енді шамалы ойланып тұр. Қазір где-то 1 минуттай ойлануы да мүмкін негізі. Күтейік. Сіздер күтіп отырмай, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Міне болды, айтып алып жиғанша. Енді X-ті басып өзіміз тексере берсек болады. Менің жасым нешеде? 39-да. Достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса әрқашанда лайк басыңыз, коммент жазыңыз, және де менің инстаграмға тіркеліп кетіңіз. Ең бастысы каналға тіркелуді ұмытпаңыз, және де колокольчикті басып кетіңіз. Сіздермен болған мен лайфхакер Айдос. Өмір деген жақсы ғой, сүре білсең. Қош, сау болыңыздар. Осыдан басқа бір сөз жаттап алу керек еді.